Баршаңызға сәлем. Бүгін сметанник дайындайтын боламыз. Ол үшін електен өткізілген 250 грамм ұнымызға 130 грамм сары майымызды салып, ұнымыз бен майымызды осылай үгітетін боламыз. Кейін үстіне 100 грамм қант қосып, құрғақ қоспаларымызды осылай үгітіп араластырып шығамыз. Барлығы бірдей араласқаннан кейін үстіне бір жұмыртқа қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін оны жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Формамызды дайындаймыз. Ол үшін пергаментті форманың ортасына осылай қысып, қамырымызды осы форманың бойымен жайып шығамыз. Барынша бір тегіс жайыңыздар. Сонда әдемі көрінеді. Шетіндегі артық қамырларымызды осылай пышақпен алып, жұқа қамырлардың үстіне жабыстырып шығамыз. Салмамызды дайындаймыз. 600 грамм қаймағымызға 100 грамм қант салып араластырып, 3 жұмыртқа қосып, салмамызды дайындаймыз. Ванильный сахар да қосуларыңызға болады. Салмамызды формамыздың үстіне құямыз. 180 градуста 45 минут пісіріп шығамыз. Барыңызге ас болсын. Сіздермен бірге Ақнұр Ерғалиқызы.